Сәлем достар, үй жағдайында осындай жұмсақ булочки сияқты нан пісіретін боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бізге бұл үшін қажет болады сүт, ұн, ашытқы, тұз, қант және де маргарин, майонез. Ендеше ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, оның үстіне ашытқымызды, тұз, қантымызды салып араластырып аламыз. Ертілген маргаринімізді қосамыз. Оның үстіне електен өткізіп, ұнымызды да қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қанша грамм қосу керектігі видеоның астында толық жазылған. Дайын болған қамырымызды бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қалдырамыз. Ашыған соң, оны осындай бөліктерге бөліп, тағы да жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Көтерілген қамырымызды үстінен осылай басып, жұмыртқаның сары уызын жағып, қалауыңызша бетіне кунжут немесе мак шашсаңыз болады. 200 градуста қызып тұрған пешімізге жарты сағатқа қалдырамыз. Міне біздің нанымыз да дайын болды. Өте әдемі, жұмсақ әрі дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назар аударып қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Ақбаян.